Облыс орталығы Түркістан қаласында жаңарған Түркістан жаңа мүмкіндіктер алаңы атты өңірлік жастар форумы өтті. Жастар жылына орай өткізілген форумның мақсаты белсенді, патриот жастардың жаңа жобаларына қолдау көрсету. Осы орайда жастар облыс әкіміне деген өз ұсыныс-тілектері мен жаңа идеяларын ұсына алады. Жастарға қолдау көрсету мақсатында облыс басшысы әр жастың тілегі мен ұсынысына жауап беріп, көпшілігін қолдап, біріне мейрамхана жұмысын кеңейту үшін жер беруге уәде берсе, біріне мобильді қосымшаны дамытуға жол ашты. Осы тұста 15 жастағы актер Олжас Садуақасұлы да облыс әкіміне өз ұсынысын жеткізді. Әрине мен өз талантымды Аллах тағала қолдап, жолымды ашып беріп, ағаларымның арқасында өнерімді шыңдап жүрмін. Бірақ мен секілді талантты жастар өте көп. Бірақ олардың менікіндей мүмкіндіктері олар білмейді. Олар өздерінің кино мамандығын шыңына жету үшін міндетті түрде Алматы немесе Астана қалаларына барып оқуға тура келеді. Ал оған көбісінің жағдайлары келе бермейді. Шындығына келгенде оңтүстіктің жастары өте талантты. Бірақ осы талантты шыңына жеткізу үшін өзіміздің облысымызда кино мамандығын оқу орнын ашсаңыздар, нұр үстіне нұр болып кетеді. Жансейіт Түймебаев Түркістан облысы елімізде анимациялы және көркем фильмдер түсіріп жарыққа шығаратын жалғыз облыс екенін алға тартты. Сондай-ақ жастардың ұсыныспен шектелмей жаңа жобаны қолға алуды ұсынды. Естеріңізде болсын, тек ұсыныспен шектелмеу керек. Сол шаруаны өздеріңіз параллельно атқаруларыңыз қажет. Сондықтан да актерлық мамандықты оқытатын бізде Қазақ университетінде, біздің педагог университетінде мамандықтар бар, солар оқыта береді. Себебі актерлық мамандық бұл жұмысшы мамандық емес. Бұл таңдаулы мамандық. Форум барысында облыс әкімі аз қамтамасыз етілген отбасылардың балаларын қайта оқытып, жұмысқа орналастыру үшін 1 миллиард теңге бөлінгенін және жастарға 2 миллион теңгеге дейін 4% несие берілетіндігін тілге тиек етті. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының қоғамдық даму вице-министрі Жұлдыз Қажыкенқызы облыс жастарына деген ізгі тілегін жеткізді. Биыл елбасы жастар жылы деп жариялады. Сіздерге Астанадан рахметімді өтінішім бар. Рахметім жағы жақсы айтып кетті. Олжас Швейцарияда оңтүстіктен шығады. Жалпы менің ойымша Түркістанның жастары барлық Қазақстанның жастарына үлгі болатын жастар. Шын айтып қояйын, көптеген өңірлерде болдым, жастар орталықтар көптеген өңірлерде, бірақ бұл барлық ресурстық орталықтарға үлгі болатын орталық. Шын айтып. Айта кетейік, қазіргі таңда Түркістан туристік қала ғана емес, іскерлік орталыққа айналуда. Іс-сапармен келгендер үшін де бір күндік офис қызметін атқара алады. Жастарға өзі қалаған форматта жұмыс жасауға толық мүмкіндіктер қарастырылған. Елбасының өткізген жастар форумына ұқсап өткізілген іс-шара әдемі әнмен аяқталды. Жамал Рүстемқызы, Руслан Насиров, Роман Пірімқұлов, Нар Ньюс.